сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен Саяқ кенті нөмір 6 жалпы білім беретін мектебінің тарих пәні мұғалімі Сандыбаева Данагүл Жасаланқызымын. Сіздерге 9 сыныптың Қазақстан тарихы пәні бойынша сабағымды ұсынамын. Оқушылар, бүгінгі өтетін тақырыпты адасқан сөздер әдісі арқылы ашып алайық. Дескриптор: жасырылған сөздерді табу, табылған сөздер арқылы тақырыпты ашу. Бұл жерде қандай сөздер жасырылған? Демография, сауда, зейнетақы, нарық, жалақы, тәуелсіздік. Яғни бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы әлеуметтік демографиялық процестер. Зерттеу сұрағы: Қазақстандағы әлеуметтік демографиялық процестердің ерекшеліктері неде? Оқу мақсаты: Қазақстанның даму стратегиясындағы демографиялық саясаттың бағыттарын талдау, өткен тарихи кезеңдермен сабақтастықты орнату арқылы қазіргі кезеңдегі демографиялық процестерге баға беру. 1990 жылдары Қазақстандағы әлеуметтік демографиялық жағдай қандай деңгейде болды? 1990 жылдардағы дағдарыс Қазақстан халқының саны мен демографиялық үрдісіне кері әсер етті. Қазақстандағы орташа өмір сүру жасы 1990 жылдан 1995 жылға дейінгі аралықта 4,7 жылға қысқарып, соңғы 35 жылда болмаған көрсеткішке жетті. 1991-1996 жылдар аралығында барлық білім беру мекемелерінде білім алушылардың саны азайды. Мысалы, 1991 жылы 5763 адам білім алса, 1996 жылы 3531 адамға қысқарды. Яғни, 1991 жылдан 1996 жылға дейін Қазақстандағы білім алушылардың саны 39%-ға азайды. Бұндай көрсеткіш республика халқының сауаттылығы мен білім деңгейінің төмендеуінің көрінісі еді. Тәуелсіздік алғаннан кейін елде әлеуметтік жағдай қандай болды? 1991 жылдан бастап республикада жұмыссыздық белең алды. Әсіресе ауылдық жерлерде кеңшарлар өз жұмысын тоқтатып, жұмыссыздық көбейді. Жастардың барлығы жұмыс іздеп ауылдан қалаға ағылды. Қазақстан Республикасындағы жұмыс істейтін және жұмыссыз адамдар саны 1996 жыл. Жұмыспен қамтылғандардың саны 6.518.9 мың адам. Жалпы жұмыссыздар саны 970.6 мың адам. Ресми жұмыссыздар саны 282.4 мың адамды құрады. 1997 жылдың 20 маусымында Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамтамасыз ету туралы заң қабылданды. Әлеуметтік саладағы зейнетақымен қамтамасыз ету мемлекет тарапынан қалай шешім тапты? Қазақстанның әлеуметтік саласындағы басты мәселесінің бірі зейнетақымен қамтамасыз ету. Елдегі зейнеткерлердің саны едәуір өсіп, олардың саны 2002 жылы 3 миллион адамға жетті. Осыған орай үкімет зейнетақы мәселесін шешу үшін 3 бағытта жұмыс жүргізді. Бірінші, зейнетақының бұрынғы қарыздарын жабу. Екінші, зейнетақыны уақытында төлеу. Үшінші, зейнетақы жүйесін реформалау. Бұл 3 бағытта жүргізілген іс-шаралардың біразы іске асты. 1999 жылдың зейнетақы қарызын төлеуде бірқатар шаралар іске асырылды. Әсіресе 7-8 ай бойы зейнетақыларын ала алмай келген ауыл тұрғындарына ерекше көңіл бөлінді. Зейнетақыны әрі қарай арттыру бағытында шаралар жүргізілді. Атап айтқанда, зейнетақының ең төменгі мөлшері 1998 жылы 3000 теңге болса, 2000 жылы 4000 теңгеге жетті. Мемлекет тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесін қалай шешті? Халық тұрмысындағы маңызды көрсеткіш тұрғын үймен қамтамасыз ету болды. 1990 жылы республикада тұрғын үй салу төмендеп кетті. Тек 2000 жылдан бастап тұрғын үй құрылысы қайта қолға алынды.
90 жылдардағы елдің демографиялық дамуының ерекшелігі халықтың абсолюттік санының өзгеруі болды. Нарыққа өту, өмір сүру деңгейінің төмендеуі, жұмыссыздықтың өсуі, экологиялық мәселелер халықтың денсаулығына және демографиялық жағдайына кері әсер етті. Халықтың табиғи өсуі, бала туу көрсеткіші төмендеді. Өзге ұлт өкілдерінің республикадан көшіп кетуі ұлғайды. Негізгі миграциялық ағын ТМД елдеріне бағытталды. 1993 жылдан 1999 жылға дейін Қазақстаннан ТМД елдеріне 1524 мың адам көшті. 1990 жылы таяу елдерге кеткен мигранттардың 74% нақ сол елге көшіп барды. 1991 жылы еліміз тәуелсіздігін алысымен демографиялық жаңа құбылыс орын алды. Моңғолия, Иран, Түркиядан қазақтар атажұртына орала бастады. 1999 жылғы санақ бойынша Қазақстандағы тұрғындардың саны 14 миллион 953 мың 126 адамды құрады. Бұрынғы санаққа қарағанда халықтың құрамы мен ауыл, село және қала тұрғындардың құрамы үлкен өзгеріске ұшырағаны көрінеді. Қазақтардың саны 1989 жылмен салыстырғанда 1 миллион 484 мың адамға өсіп, 7 миллион 985 мыңға жетті. Сөйтіп, жалпы халық санының үлесі артты. 2000 жылдардан бастап Қазақстаннан қоныс аударатындар саны жыл сайын азайып, қайта оралатын азаматтар саны керісінше өсті. Елімізге оралатындардың негізгі жиынын қазақтар құрады. Егер 1999 жылы 9,5 мың қазақ келген болса, 2004 жылы 48 мың, 2005 жылы 57,850 қазақ келген. 2012 жылғы мәлімет бойынша қазақтардың саны 10 миллион 764 мың болып, республика тұрғындарының 65,1% құрады. 2017 жылы Қазақстан халқының жалпы саны 18 миллион 74,1 мың адамға жетті. 2024 жылдың 1 қаңтардағы статистикасы бойынша Қазақстанда 20 миллион 53 мың 665 адам тұрады. Оның 70,6% қазақтар, 15,1% орыстар болса, 3,2% өзбектер, 1,9% украиндар екен. Ұйғырлар 1,5%, немістер 1,1%, татарлар 0,7%, ал 0,6% әзірбайжандар мен кәрістер екен. Бұл тарихи белес. Халық санының көбею мемлекетіміздің дамуына қосымша серпін беріп, елімізге абырой әкелетініне еш күмәніміз жоқ. Бекіту тапсырмаларына назар аударайық. Бірінші тапсырма. 1990 жылдары Қазақстандағы табиғи өсімнің төмендеуіне не себеп және оның салдары қандай болды? Дескриптор. Білім алушы табиғи өсімнің төмендеу себебін анықтайды. Табиғи өсімнің төмендеу салдарын анықтайды. Қорытынды жазады. Екінші тапсырма. Қалып қалған сөздер әдісі. Дескриптор. Білім алушы бос орындарға қалып қалған сөздерді орналастырады. 1990 жылдардың басында республиканың экономикалық жағдайы нашарлап, мемлекеттік еңбек пен қамту мекемелеріне 70,5 мың жұмыссыз адам тіркелді. 1991-1995 жылдардағы экономика салаларындағы жалпы еңбекпен қамтамасыз етілгендердің жылдық көрсеткіші 3,7%-ға төмендеді. Ал енді жауаптарымызды тексерейік. Барлығы дұрыс. Келесі тапсырма. Банкомат әдісі. Дескриптор. Білім алушы өткен тақырып бойынша бекіту сұрақтарына жауап береді. Соманы таңдау арқылы жаңа сұрақтарды ашады. Берілген сұрақтың жауабын тексереді. Картаны саламыз. Құпия кодты тереміз. Енді сома таңдаймыз. Бірінші сұрақ.
1991 жылдан 1996 жылға дейін Қазақстандағы білім алушылардың саны қанша пайызға азайды? Жауабы 39 пайызға азайды. Жауабын тексереміз. Дұрыс. Келесі сұрақ. Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамтамасыз ету туралы заң қашан қабылданды? Жауабы 1997 жылдың 20 маусымында. Келесі сұрақ. 1995 жылғы дағдарыс салдарынан жұмыссыздардың саны қанша болды? Жауабы 150 мыңнан астам. Жауабын тексереміз. Дұрыс. Келесі сұрақ. Зейнетақының ең төменгі мөлшері 1998 жылы қанша теңге болды? Жауабы 3000 теңге. Жауабын тексереміз. Дұрыс. Келесі 1993 жылдан 1999 жылға дейін Қазақстаннан ТМД елдеріне неше мың адам көшті? Жауабы 1524 мың адам көшті. Дұрыс. Келесі сұрақ. 1999 жылғы санақ бойынша Қазақстандағы тұрғындардың саны? Жауабы 14.953.126 адамды құрады. Жауабын тексереміз. Дұрыс. Осымен сұрақтарымыз аяқталды, картамызды аламыз. Ал енді үй тапсырмасын жазып алайық. 90 жылдардағы дағдарыстан кейінгі қол жеткізілген жетістіктер елбасы кемеңгер саясатының бірден-бір нәтижесі деген пікірмен қаншалықты келісесіздер? Берілген дерек сөздермен өз білімдеріңізді қолданып, дәптерге жауап жазыңыздар. Оқушылар, рефлексия білім сандық әдісі арқылы сабаққа кері байланыс жасаңыздар. Бірінші сандық: сабақты өте жақсы түсіндім, қызықты болды. Екінші сандық: сабақты жақсы түсіндім. Үшінші сандық: тақырып бойынша әлі ізденуім керек. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.